Жантақтың емдік қасиеті туралы білесіз бе? Қазір жантақтың гүлдеп жатқан кезі. Оны ауыл тұрғындары малдың қыстық азығы ретінде пайдаланатыны белгілі. Ал емдік қасиеті туралы біреу білсе, біреу білмес. Сіздермен бірге дертке шипа арнасы. Видеоны көрмес бұрын біздің арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Сіздің оп-оңай болмашы ғана әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Осыдан бірнеше жыл бұрын менің өтім толып қала беретін, асқазаным қыжылдайтын, қалаған нәрсемді жей алмай қор болатынмын. Тіпті кейде астың сіңуінің өзі қиынға соғушы еді. Дәрігерге көрініп, үнемі дәрі қабылдап жүретінмін. Бірақ дәрі ішуден де, укол алудан да жалығады екенсің. Өтім толып, аузыма ащы запыранның дәмі келіп, қиналып отырғанымда, үйде көптен бері көрмеген бір ағам келіп, мазамның болмай отырғанын кіржиген қабағымнан байқап қойған еді. Ол кісі, бір жерің ауырып отыр ма деп сұрады. Мен ас қорыту жолдарының дұрыс істемей жүргенін айтып едім. Ол, дәл қазір жантақтың гүлдеп жатқан кезі, соны көп қылып орып әкеліп қойды да, майдалап турап, шай секілді қылып ішіп жүр деп айтты. Ол ағамның жасы ұлғайып қалған кәрі кісі еді. Сөзіне сенер-сенбесімді білмедім. Қарттықпен бірдеңкені шатастырып айтып қалса, бекерге уланып қаламын ба деп қорықтым. Ол кісіге мақұл деп бас изегенім болмаса, айтқанын орындай қойғаным жоқ. Біраз уақыттан кейін әскерде бірге болған досыммен көшеде көрісіп қалдым. Қала сыртында саяжайы бар екен. Мені сонда қонаққа шақырды. Бардым. Таза ауамен тыныстап, есік алдындағы хаусқа шомылдық. Досым кәуап әзірлеп, әйелі ет асып дастарханды тәттілерге толтырып тастады. Көкөністерден жасалған салатты ғана ауыз тиіп, еттен жасалған тағамдарды түртіп қана қойғанымды байқаған досым, неге тамақ жемей отырғанымды сұрады. Мен ауруымды айтып едім, ол маған күле қарап, сен қорықпай жей бер, мен оны сіңдіретін нәрсе табамын деді. Мен арақ қояйын деп жатқан шығар деп, ондайды іше алмаймын деп сызылдым. Шыны керек, бауырымның, яғни өтімнің ауырғанынан арақты жақпайтын. Сонымен досым маған күштеп кәуапты да, бешбармақты да жегізді. Бірер сағаттан кейін әйелі шай демдеп әкелді. Дәмі өзгешелеу екен. Ішіп отырмын. Қандай шай деуге де ұялып отырдым. Не керек, қанша күшті тамақ жегеніммен де сол күні түнде тыныш ұйықтадым. Запыран да мазаламады. Асқазаным да қыжылдаған жоқ. Ертесіне қайтып бара жатқанымда досым құтыға салынған бірдеңе берді. Не екенін сұрағанымда ол, бұл сені ауруыңнан айықтырған нәрсе. Күніге осыған 1,5 қасығына 1 стақан қайнаған су құйып іше бер. Жақсы болып кетесің деді. Әрі қарай қазбалап сұрауға ерініп, ұялып кете бардым. Үйге келген соң, досым берген шөпті үзбей айға жуық іштім. Шынында да жағдайым түзеліп, бұрынғыдай маза қашпайтын болды. Емдік шөп таусылған соң, досыма хабарласып, өткендегі берген шайың таусылып қалғанын айтып сұрап едім. Ол кеңкілдеп күліп, оның не екенін байқамадың ба? Кәдімгі жантақ қой деді. Соны гүлдеген кезде орып алда, көлеңкеде кептіріп, ұнтақтап, шай қылып іше бер. Бойыңдағы бірде-бір ауруды қалдырмайды деді. Содан бастап, көктем, жаз шықса, жантақ жинап алатын болдым. Сөйтіп оны шай ретінде ішіп жүретінмін. Құдайға шүкір, денсаулығым 100% жақсарып, өзімді жас сезіндім. Жантақтың суыққа қарсы ыстық түсіретін, жөтелді басатын,
жараның аузын жиыратын, дәріні айдайтын, іш қатуын болдырмайтын қасиеті де бар. Жантақ геморройды да жақсы емдейді. Ем ретінде жантақтың гүлін, тамырын пайдаланады. Іші қатып ауыратындар жантақтың алдын ала кептірілген ұсақталған тамырының 2 қасығына 1 стақан қайнаған су құйып 7 минут қайнатады. Қараңғы жерде 30 минут тұндырып сұйылтады. Содан соң осы қайнатпаның бәрін аш қарынға бірден ішіп қою керек. Ішті жақсы жүргізеді. Ал жатыр мойнының эрозиясы, іріңді отит, геморрой ауруларының кезінде жантақ ваннасын қабылдау керек. Ол үшін жантақтың 4 тал қасығына 500 мл қайнаған су құйып, оны 2 сағат тұндырып қояды. Содан соң онымен ауырған жеріңізді жуасыз. Жантақтың осындай емді қасиеттері бар. Дегенмен, жантақты пайдаланбас бұрын дәрігердің кеңесін алғаныңыз жөн. Ем болсын. Осы видеоны достарыңызға жіберіңіз және біздің арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар, ауырмаңыздар.